Тақырып: Мағжан мен Жүсіпбек. Ритм. Мағжан Жұмабаев 1894 жылы қазіргі Бейнетқор ауданында туған. Мағжанның өз әкесі Бекен деген адам. Жұмабай Бекеннің әкесі, Жұмабайдың әкесі Шонай, оның әкесі Өтеген, оның әкесі Өтеміс. Қазір Өтеміс деген Арғынның Атығай деген танабының бір руы. Жүсіпбек Аймауытов. Жан-жақты өнер иесі, 8 қырлы, бір сырлы дарын иесі, романшы, жазушы, драматург, аудармашы, зерттеуші, публицист. Жастайынан арабша хат тану, оқу үстіне ағаш шеберлігі, темір ұсталығы өнерін қатар үйренген Жүсіпбек 1914 жылы Павлодардағы орысша қазақша 2 сыныптық мектепті бітіреді. Осыдан кейін біраз уақытын ол ауылда бала оқытумен, Баяндағы мектептің 3 класында оқуын жалғастырумен өткізеді. Содан 1911 жылы Керекуге келіп, 2 класты орыс-қазақ мектебіне орналасады. Әуелі сол мектепте, кейін интернатта білім алып, 1914 жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясына түседі. Осы Семейдегі оқытушылар семинариясында тәлім алып, 1919 жылы бітіріп шығады. Жүсіпбектің алашордашылардың істеріне араласатыны да осы кез. Семейде ол Абай журналын шығаруға атсалысады. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңін тыңдап, ондағы басты ойды 3 сөйлемге сыйғызып баяндаңдар. Дескриптор. Өлеңді мұқият тыңдайды. Негізгі ойды 2-3 сөйлеммен дәл береді. Ойды себеп-салдар байланысымен түсіндіреді. Екінші тапсырма. Берілген шумақтардағы буын санын анықтап, сөйлеу ритміне әсерін түсіндіріңдер. Анадан алғаш туғанымда, жыладым неге дыбыстап, кіндікті кесіп қиғаныңда, анамнан кеттім алыстап. Өлеңді әнімен орындап көріңдер. Дескриптор. Әр тармақтағы буын санын дұрыс анықтайды. Буын саны ритмге қалай әсер ететінін ауызша түсіндіреді. Өлеңді дауыс ырғағын сақтап орындайды. Үшінші тапсырма. Сендерге алаш қайраткерлері Мағжан және Жүсіпбекпен сұхбаттасу мүмкіндігі туды. Оларға қоятын 3 сұрақ құрастырыңдар. Дескриптор. Тақырыпқа сай мағыналы 3 сұрақ құрастырады. Сұрақтар тұлғаның шығармашылығын, көзқарасын немесе өмір жолын қамтиды. Сөйлеу құрылымын сақтайды.